Ассалаумағалейкум, жылқы сүйер қауым. Жалпы жылқыны қалай баққан дұрыс? Мына қазір кебек беріп жатыр. Сол. Негізі жалпы жылқыны бір ай кебекпен баққан дұрыс екен. Чтоб қанын жақсылап шығарып, семіртіп алу үшін бір ай. Только кебекпен. Потом бір айдан кейін мынандай гранула шыққан. Осымен ордақылаған дұрыс екен. 2 ай осыны берсеңіздер болады. Болмаса мына бидайды үгітіп, осы грануламен қосып бірге берсеңіздер жақсы семіреді екен жылқы. Қазір екеуіне 16 күн болды. Өзгерістер жаман емес. Аппетиттері де жақсы. Мына тайға 1 жылы болған. Кішкентай әлі. Үйде жүреді бұл. Мына 2 балтары шықтай. Желтоқсанның 1 күні кірген жемге. Осының алдына үйіп береміз жемін. 2 мезгіл шөбін береміз. Су алдында тұрады. Тері жереміз, бұл су келе береді өзі. Күніне 2 рет астында малағын тазалап тұрамыз.